Сәлем достар, химияны нөлден бастап үйренгіңіз келсе және химия есептерін нөлден бастап шығарғыңыз келсе, менің арнама жазылып алыңыз. Температуралық коэффициентке байланысты формуланы қолданатын есеп шығарамыз. Міндетті түрде қайталап шығарып көріңіз. Берілген мынандай: 30 градус кезінде химиялық реакцияның жылдамдығы 0,1 моль бөлінген литр көбейтілген минутқа тең. Егер температураны 10 градусқа көтергенде ол 3 есе артатын болса, 60 градус кезіндегі осы реакцияның жылдамдығын тап. Бұл жерде кішкене сәл-пәл ойландыратын мәселе бар, өйткені есептің басында байқайтын болсақ, бұл жерде 3 градус көрсетілген, ал температуралық коэффициентте бізде 2 градус қана қолданылады, яғни температуралардың өзгерісі. Ал бұл жерде үшеу, кішкене миымыз қорытпай қалуы мүмкін, мысалы түсінбей қалуымыз мүмкін басында бір рет оқып шыққанда. Сондықтан да есепті оқығанда түсінбейтін болсаңыз, кем дегенде 2-3 рет оқуыңызды сұраймын. Өйткені екінші рет, үшінші рет оқыған сайын сіз есептің мағынасын түсінесіз боласыз, яғни мән мағынасын толық түсініп аласыз және есепке бірден кірісіп кететін боласыз. Бұл жерде 30 градус кезінде дейді 0,1 моль литр минут болды дейді. Яғни өзі айтып тұр, 30 градус болғанда осыншаға тең болды жылдамдығы. Ал енді егер де дейді осы градусты дейді, яғни 30 градусты 10 градусқа көтергенде, онда оның жылдамдығы, яғни жылдамдық 0,1 деген сол 3 есе артатын болса дейді. 60 градус кезіндегі реакцияның жылдамдығын анықтау керек. Есептің шығарылуы келесідей болады. Достар, мына жерде мен есептің бастапқы шартында айтылғандай жазып қойдым, яғни 30 градус болған кезде оның жылдамдығы реакцияның 0,1 болды дейді, реакция жылдамдығы. Яғни оны дейді, осы реакция кезінде осыған тең деп нақты айтылған. Енді оны 10 градусқа көтергенде, яғни температурасын айтып отыр, температурасын 10 градусқа көтергенде жылдамдығы 3 есе артты дейді, яғни реакция жылдамдығы. Сонда өзінен өз белгілі 10 градусқа көтеру дегеніміз, яғни 30-дан 40-қа қарай көтеріледі. Сонда 10 градусқа көтеру деп отырғанымыз бұл 40 градус болады екен. Ал мынаны 3 есе жылдамдығы арттырғанда дейді, сол кезде 3-ке көбейтеміз, сол кезде 0,1 болады екен. Яғни бұны 3-ке көбейтеміз 0,3-ке, сол кезде енді 60 градус кезіндегі оның жылдамдығын табу керек. Енді осылай бізге есеп анықталды. Енді осы жерде есепте қолданылатын негізгі формуланы жазып көрсетейін, яғни температуралық коэффициент формуласы. Бұл формула ОБТ есептерінде, мектеп оқулықтарында өте кең қолданылатын формулалардың бірі. Бұл жерде В жылдамдық Т2, жылдамдық Т1 тең гамма. Мына жерге Т2 минус Т1. Бұл жерде дельта Т деп жазуға да болады бұны. Яғни температуралардың өзгерісі. Мынаны жазса да болады, немесе бұлай анық етіп жазып қоюға да болады. Бөлінген 10-ға. Яғни мынау гамманың дәрежесіндегі мәндер. Енді осы формулаға қоямыз. Бұл жерде есептің шарты бойынша В2-ні табу керек. Енді мәндерін қойып шығайық. В2 деп жазып қояйын. В1-ге 0,03 болады, міне мынау жылдамдық болады. 0,03 гамма дегеніміз 3 болады. Температуралар айырымы, яғни екі температура берілген. 40 азайту 60. Және бөліміне 10. Мінекей мына жердегі 10-ды жаздық. Осы теңдікті шығаратын боламыз. Қараңыз, мына жерде 40-тан 60-ты азайтсақ,
-20, яғни 40-тан 60-ты жай азайтамыз, сол кезде 20 болады. 20-ны 10-ға бөлеміз 2. Бұл жерде яғни 2, 3-тің 2 дәрежесі ол 9. Сол кезде V2 0,03 9. Және мына жерде қараңыз, 40-тан 60-ты азайтамыз 20, 20-ны 10-ға бөлеміз 2. Сонда 3-тің 2 дәрежесі деген сөз. Мыналардың барлығы мынау өрнек бізде 3-тің дәрежесінде есептелініп отыр. Енді 3-тің квадраты бізде 9-ға тең. 3 3 9. Енді осы жерден V2-ны табу оңай, яғни көбейтіп жібереміз. Сол кезде V2 Сол кезде бізде V2-нің мәні 0,27 мол/литр минут. Мінекей, яғни біз реакция жылдамдығын осылай анықтадық. Егер сізге осы есеп түсінікті болатын болса, комментарийге түсінікті деп жаза қалдырыңыз, және де осы видеоны достарыңызбен бөлісіп отырыңыз.